Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат, міне бүгінгі біздің дәрісімізде өтетін, яғни сабағымыз ол тәмәрбута және де сукунның түрлері. Ал онда бисмилля бастайық. Ал құрметті көрермендер, қараңыздар, тәмәрбутақ және сукун. Енді біз тәмәрбутақ жайлы түсіндіреміз қазір. Қараңыздар, біздің әрпіміз міне, өздеріңізге белгілі әрпіміз. Енді әрпінің екі түрі болады екен, яғни жабық және де ашық. Жабық дегеніміз бұлай домалақталып, үстіне нүктесі келген, ал ашық тәміз міне, ашық және де екі нүктесімен. Енді осы тәні, яғни сөйлемде оқылуы. Енді бұндай тек әрдайым сөздің соңында келеді. Егер біз осы сөзді азизатун деп оқысақ, ол болып оқылады. Ал егер азизә десек, тоқтайтын болсақ, онда болып оқылады. Яғни және де болып оқылады. Оқимыз. Азизатун, фаридатун, хамидатун, джамилатун, халиматун. Және де арғарай. Салиматун, шарифатун, наиматун. Қараңыздар. Енді арғарай, мысал, яғни жабық тәмен ашық тәні салыстырамыз. Қараңыздар. Мәрротун, мәрротун, кәрротун, кәрротун, және де хурротун, хурротун. Міне біз, құрметті көрермендер, тәмәрбутаның, яғни сөздің соңында боп, және де боп оқылатынын үйрендік. Енді арғарай біз сукунды өтеміз. Яғни сукунды біз білетін сукун, ол домалақ белгі, және де жебенің ұшындай екінші түрі бар екен. Бірақ екеуінің қызметі де бірдей. Ал Құран кәрімде осы екі сукунды кездеседі, сол үшін осы екінші сукунды бүгін сіздерге түсіндіргелі отырмыз. Қараңыздар, қул, яғни мынау сукун, жебенің ұшындай. Бұл жерде домалақ белгі тұрса да ол сукун, ал жебенің ұшындай белгі тұрса да бұл да сукун, қызметтері бірдей. Оқимыз. Қул, қум, бәл, сәл, iz, әу, хуз, мән, қад, мин, ләм. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі өткен дәрісімізде тәмәрбута жаңағыдай ашықты және де жабықты және де сукунның екі түрі. Әнік басынан аяғына дейін тағы бір қайталап өтейік. Назар салып, бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Бұл сөздің соңында келіп, сөйлемді бірге оқитын болсақ, азизатун. А егер сөзден тоқтайтын болсақ, азизә. Ал онда азизатун, фаридатун, хамидатун, джамилатун, халиматун. Жалғастырамыз. Салиматун, шарифатун, наиматун. Қараңыз, жабық түрде және де ашық түрде. Мәрротун, мәрротун, кәрротун, кәрротун, хурротун, хурротун. Бұл біздің тәмәрбута. Енді арғарай екі сукунды. Қул, қум, бәл, сәл, из, әу, хуз, мән, қад, мин, ләм. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі өткен дәрісіміздегі тәмәрбута, яғни ашықты және де жабықты сөздің соңында қосып оқысақ болады және тоқтасақ болады. Ал енді сукунның екі белгісінде өттік. Бұл екі белгіде Құранда кездеседі. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.